Мен Айтенова Гүлмазия Кәрленовамын да, осы Атырауда уже 30 жыл бойы тұрамын. 2006 жылы мен бір газель бортовой сатып алып едім. 2008 жылы сол газельді сатып жібердім. 2008-ден бері бүкіл налогын барлығын өзім төлеп келе жатырмын. Содан 17 жылы мен бұл газельді іздеп розыскаға деп департаментқа заявление жаздым. Одан бері міне уже 5 жылдан асты. Сонда 22 жылы Мажитов Руслан Мирасұлы деген полиция бастығы осы Нұрсаяда соған бар деп айтты да, сол кісіге келдім. Онда келгесін ол кісі айтты, мен бәрін қарастырып қойдым, бүкілін неттім. Мынау газельді мен розыскадан мен мына газельді таптым деді. Мына газель қаскеленде деді. Сағаттың ішінде, осы Руслан Мирасұлы бүкіл жігіттерді шақырып кабинетіне, сол жерде бүкіл аресттерді де барлығын осы жерде снимать еткізді. Барлығын тексерткізді барлығын. 6 жылға кеткен газель, табылмаған газельді мынау Мажитов Руслан Мирасұлы 2 айдың ішінде, мен сізге айтайын, сол тауып берді. Алғысымды айтып, адамгершілігінің молына біз сияқты простой адамдар, простой халықтың соны тыңдап до конца соған еңбек етіп, осындай бар ғой жақсылық жасағанына көп алғысымды айтқым келеді. Коллективна, мына 213 кабинеттегі жігіттерге де барлығына өзінің жанындағы бүкіл ұжымдастарына бәріне 1000 да бір алғысымды айтқым келеді.